Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін анар жемісінің біз білмейтін пайдасы туралы айтатын боламыз. Анар жұмсақ, жылы климаты бар аймақтарда өсетін оңтүстік жеміс. Көбінесе анар шырының гемоглобин деңгейін, иммунитетті арттыру және ми жұмысын жақсарту үшін ішеді. Анар жемісі шырыны сондай дәруменге бай екені барлығымызға да таныс. Өйткені бұл жеміс туралы аз жазып жүрген жоқ. Дегенмен анар жемісінің ерекше қасиеттері де пайдалы жақтарын біле жүргеніміз жөн. Анар адам организмінің құнарлы заттармен қамтамасыз етіп отырады. Оның құрамында 15 түрлі амин қышқылы бар. Сонымен қоса К, С, В9, В6 дәрумендері мен минералдарға, калий, мырыш, фосфорға бай. Анар калориясы төмен жеміс. 100 грамм жемісте бар жоғы 70 килокалория бар. Анар шырыны асқазан, бүйрек, бауыр, өт, диабет, анемия, қан тамыр аурулары асқынған кезде көмекке келеді. Анар құрамындағы С дәрумені ағзаны сыртқы орта әсерінен қорғайды. Ауыз қуысы, тері, тамақ, тіс инфекциялық аурулардың алдын алады. Салқын күндері тұмау мен суық тиюден сақтайды. Анар адам ағзасындағы кез келген дерттен айығуға жол ашады. Қан құрамындағы гемоглобин мөлшерін арттырып, иммунитетті күшейтеді. Анар жидегі және оның шырыны әсіресе мектеп оқушылары мен сынақ тапсырғалы жатқан студенттерге аса пайдалы. Оның құрамындағы минералды заттар мен жеміс жидек, қанты ми жұмысын жақсартып, ойлау қабілетін арттырады. Гастрит, асқазан жарасы, тағы түрлі асқазан аурулары мен зардап шегетін жандардың анар шырынын қайнаған сумен араластырып пайдаланғаны жөн. Себебі шырын құрамындағы әртүрлі қышқылдар асқазан ауруын асқындырып алуы мүмкін. Есіңізде болсын, тамақ ауырған кезде анар қабығы көмекке келеді. Анар қабығын үккіштен өткізіп, оған қайнаған ыстық су құйыңыз. 10 минуттан кейін тұндырып, күніне 2-3 ас қасықтан 3 мәрте ішіңіз. Ангина кезінде тамағыңызды анар шырынымен шайқаңыз. Бұл емді стоматит ауруында да қолдануға болады.